Құрметті көрермендер, бүгін сіздермен шығыс ойшылдарының өмір жайлы айтып кеткен керемет нақыл сөздерімен бөлісетін боламыз. Ал бұл дәйек сөздердің ішінен сіздер өздеріңізге ұнағанын, қажеттісін таңдап алып, өмірде қолданады деп сенеміз. Видео соңына дейін бізбен бірге болыңыз. Пайда үшін дос болғандар бүкіл ғасыр бойы жанжалдасып өтеді. Саған басқалар туралы өсек айтатын адам, сені де басқаларға өсектейтін болады. Кемшіліксіз дос болмайды. Бойынан кемшілік іздей берсең, мүлдем доссыз қаласың. Бақыт – бұл ойлаған ойларың, айтқан сөздерің және жасаған істеріңнің бір тұтас болуы. Барлығына мейірімділікпен және құрметпен қара. Тіпті олар саған дөрекілік танытса да, олар лайықты болғандықтан емес, өйткені сен лайықты адамсың. Егер біреуге көмектесе алатын жағдайың болса, ойланбастан көмектес. Және сол адамның дұғасына Аллах тағала сен арқылы жауап бергеніне шексіз қуан. Көңіл күйіңнің кілтін басқалардан сақтама. Сонда қуанышты сәттеріңді ешкімде ұрлап ала алмайды. Арсыздар күштері жетпегенді көзбен және өсектеумен жейді. Білмеймін деп қорықпа, білім алмадым деп қорық. Егер мүлкің өзіңе қажетті мөлшерден көп болса, қоршауыңды биіктетпей, дастарханыңды кең қыл. Үй туған жерде емес, үй қашу әрекеттеріңді тоқтатқан жерде. Өзін өзі жақсы танып білген адамға біреудің өзі туралы айтқан сөзі қорқынышты емес. Егер ешқашан сенде болмаған нәрсені алғың келсе, онда өзің ешқашан болып көрмеген адамдай бол. Әрқашан жұмсақ сөздер мен нық дәлелдерді қолдан. Ешқашан саған қамқорлық жасаған адамға немқұрайлылық танытпа. Себебі күндердің бір күні оянған сәтте жұлдыздарды санап жүріп, айыңды жоғалтқаныңды түсінесің. Терең өзендер естілмей ағып жатады. Кішкентай дау-дамайға, үлкен достықты бұзуға жол берме. Өз-өзіңмен жақсы келісімде болсаң, басқалармен тіл табысуың жеңіл болады. Әйел гүл, ал ер адам бағбан. Ол гүлге күтім жасап өсіреді. Ал гүл өз кезегінде оған алғыс айтады. Нәзіктігі мен сұлулығын сыйлайды. Осылайша ең қамқор бағбанда ең әдемі гүл екені сөзсіз. Өлім саған атылған жебе, ал өмір сол жебенің саған дейін ұшқандағы аралығы. Егер сен әрқашан депрессияда болсаң, онда өткенмен өмір сүресің деген сөз. Мазасыз бола бастасаң, демек болашақпен. Ал егер жүрегіңде бейбітшілік болса, дәл осы сәтте өмір сүретініңнің белгісі. Біз өз қуаныштарымыз бен қайғыларымызды олар басталмас бұрын өзіміз таңдаймыз. Бақытты адамның денесі қозғалыста, ойы тыныштықта, ал жаны таудың көлі секілді мөп-мөлдір. Адамға балық берсеңіз, сіз оны бір рет тамақтандырасыз. Ал ол балықты қалай табуды үйретсеңіз, өмір бойы тамақтандырғандай боласыз. Ешқашан ешкімді тыңдама, ешқашан ешкімге сенбе, және ешқашан ешкімнен ештеңе күтпе. Жай ғана алдадағы барлығын өзің жаса. Шындығында бұл әлде қайда жақсырақ. Адамды білгің келсе түртіп қал. Адам ыдыс сынды. Оның іші немен толса, соны шашырата бастайды. Біреулер раушан гүлінің иісін ажыратпайды. Ал екіншісіне ащы шөптерден жасалған бал немесе нан тілімін берсең де, жақсылығыңды өмір бойы ұмытпайды.
Енді біреулері үшін өміріңді құрбан етсең де, өмір бақи түк түсінбей өтеді. Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Денсаулық пен өлімге 3 күн қалғанда емес, ауру келместен 3 жыл бұрын айналысқан дұрыс. Өзің масқара болғың келмесе, ешкімді қорлама. Басқа адамдардың пікірлері сенің жүрегіңнің даусына кедергі келтіруіне мүмкіндік берме. Өмір бақи көлеңке болғанша, бір күн адам болғаның артық. Ашуланған кезде ешкімге жауап берме. Бақытты болған сәтіңде ешкімге уәде етпе. Және ешқашан қайғылы болған кезіңде шешім қабылдама. Жауды абыройыңмен жең. Бұл ең үздік жеңіс. Үндеме, егер бұл тыныштықты жақсы жаққа қарай өзгертпесе. Жаңартылмайтын махаббат күнделікті әдетке айналады. Ал бұл өз кезегінде құлдыққа алмасады. Ақылды қайын енесі баласының ұшқыны сөніп бара жатқан отбасылық отын қайта тұтатып бере алады. Ал ақымақ ене тіпті махаббат отында сөндіріп тастай алады. Өзің туралы жаман сөйлеме, тіпті әзілдеп те. Біздің санамыз бәрін бірдей қабылдайды. Сөз ол энергия. Сондықтан ой санаңды және сөзіңді өзгерт. Сонда өз өміріңді толық өзгерте аласың. Егер табысқа жетуді қаласаң, мына 5 жаманшылықтан аулақ бол. Біріншісі ұйқышылдық, екіншісі жалқаулық, үшіншісі қорқыныш, төртіншісі ашуланшақтық, бесіншісі шешімсіздік. Сенің кемшіліктеріңді көрсететін адам әрқашан сенің жауың бола бермейді. Және керісінше сен туралы тек артықшылықтарды айтатын адам әрқашан сенің досың бола бермейді. Бақытты өміріңнің жалғасын қаласаң, өз бақытың туралы ешкімге айтпа. Еңбектің қадірін білмейтін жалқаулар, еріншектер, олар талапсыз, жігерсіз, ұяты төмен адамдар болып келеді. Адам туғаннан ақылды, білімді болып тумайды. Интеллект өзі жүре келе, естіп, көріп, оқып барып қана дамиды. Ақыл парасат күші. Адамның ойлауына, пайымдауына, ғылым мен өнерді ұғынуына және жақсы мен жаманды ажыратуына көмектесетін күш. Біреудің өткен өміріне ешқашан күлме. Сен әлі өз болашағыңды білмейсің. Бүгінгі шығарылымнан шығыс ойшылдарының қандай нақыл сөздері өзіңізге ұнады? Соны комментарияда бөлісе кетіңіздер. Асыға күтетін боламыз. Қымбатты тыңдарман, бүгінге арналған нақыл сөздер топтамасы аяқталды. Келесі жолы бұдан да қызықты, пайдалы ақпараттармен танысқыңыз келсе, міндетті түрде каналға тіркеліп, қазақ тіліндегі контентті қолдай кетіңіз. Және де лайк басып, пайдалы болады-ау деген жақындарыңызға, достарыңызға, туыстарыңызға жіберіп қойыңыз. Арнамдағы күнделікті шығып отыратын әртүрлі тақырыптағы шығарылымдарды уақытында тыңдағыңыз келсе, қоңырауша батырмасын басып алуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Омардың әңгімелері. Келесі кездескенше аман сау болыңыз.